Алматының ең қорқынышты жерлерін білесіздер ме? Алдымен видеоны бастамай тұрып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Сіздер білесіздер, барлық елдерде тек қана Алматыда емес, барлық Қазақстанның қалаларында да, ауылдарында да осындай мистикалық жерлер өте көп. Соның бірі Алматыда да өте көп. Ол жерлердің мен бүгін барлығын айтпаймын, бірақ біршама қорқынышты жерлеріне үңіліп өтейік. Кеттік. Алматылықтардың демалыс орнына айналған саябақта қандай мистикалық оқиғалар болады? Аңыз бойынша аспаптар мұражайына қарама-қарсы жол бойында ақ көйлек киген қыздың елесі үнемі ары-бері адамдарды шошытып жүреді екен. Жақын маңдағы шіркеудің астында да жарысты өткелі бар. Мүмкін 4 тонналық қоңырау сол жерде орналасқан шығар. Жер сілкінісі алдында ол соғылады дейді. Өте қорқынышты, иә? Бір жағынан өте әдемі. Маған саябақ ұнады. Сіздер сол жаққа барған кезде, сол жақтан елес көрдіңіздер ме? Комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Ал келесі бізде кеттік көреміз. Шағай тас жолында жыл сайын көптеген жағымсыз оқиғалар болады. Әсіресе жол апаты көп болады. Кейбіреулер жолдың астында зират бар дейді. Басқалары сол жолда қаза тапқандардың рухтары кезбе болып жүр дейді. Көптеген адамдар түнде тұяғы бар қыздың бейнесін көрген екен. Ол жолдың жиегінде көліктерді тоқтатады дейді. Сондықтан жүргізушілер бұл аймақта өздерінің темір тұлпарына ешкімді жақындатпауға тырысады. Әсіресе таксистерге бұл қыз көп жолығады екен. Егер таксиді тоқтатып өздері мінгізбесе, ол қыз арттарынан тұяқтарын тықылдатып жүгіреді екен. Сол себепті мұнда көп темір тұлпарлардың егелері көп жүруге қорқады. Қапшағай тас жолы өте қорқынышты жерлердің бірі Алматыдағы. Мен өзім сол жерден өткен кезде үрейленіп қорқып өтем. Себебі ол трасса жөнінде мен өте көп қорқынышты жайттар естіген болатын. Оның бірін сіздерге осы жерде өзім айтып берейін. Менің естуім бойынша ол Қапшағайдағы қыздың нақты нұсқасын білмеймін, бірақ менің естіген нұсқам осындай. Ол қызды бір таксист жігіт зорлап, қинап, азаптап өлтіріп, сол жерге қалдырып кеткен. Көміп, Қапшағай трассасына көміп қалдырып кеткен. Және де сол жерде бір жылқыны қағып өтіп кеткен. Жылқы сол жерде қалып, қыздың денесімен бірігіп, сол кезде қыздың денесімен біріккендіктен қыз тұяқты қызға айналады. Жылқы мен адамның денесі шатасқан соң, қыз тұяқты қызға айналып, әр өткен таксисттардан өзін өлтірген, азаптаған адамның түрін іздейді екен. Жолаушы ретінде тоқтатып таксистерді. Өте қорқынышты, Келесі видео. Келесі жер. Мұнда саябаққа кешке келген адамдарды әрқашанда үрей жүреді екен жүрегінде. Әр талдардың арасынан әр түрлі елестер көздеріне елестейді екен. Әсіресе епископтың елесі көздеріне көрінеді екен. Мұнда епископты қатты қинап өлтірген деседі. Шынында көптеген адамдар мұнда кезбе болып жүрген елестер туралы жиі айтады. Айтуынша кезінде мұнда архиепископ азапталған, мүмкін оны мазалаған оның елесі шығар. Өлер алдында ол шіркеуден әкелген киелі затты бауматоғайына жасырған деп айтады көп адамдар. Мұнда алтындар тығылған деп те айтады. Шыны өтірігі белгісіз. Және маньяктар мен наркомандар көп жүреді дейді. Бауматоғайы өте әдемі, бір жағынан өте әдемі, барғың келе беретін жер, бірақ өте қорқынышты историясымен бірге екен, тарихы өте қорқынышты екен. Тағы менің бір естіген жайттарым бар, ол жақта бұрында маньяктар көп болған деп естідім. Адамдарды сол жерде өлтіру оларға оңай болған екен. Талдардың арасы көп болғандықтан кешке жақын жүргендерді өлтірген екен. Сол жақта көп өлген адамдардың денелері табылған екен. Келесі видеоға
медеуге жақын жерде серафим және анатолий есімді екі монах салған монастырь бар. успен шіркеуінен жоғары орналасқан бұл монастырь өткен ғасырда шамадан тыс ылғалдылықтан су астында қалған. бұл жерге қарғысқа ұшыраған деген аңыз бар. Кейбіреулер монастырьды салған екі монах осында қаза тапты деп мәлімдейді. Шамасы олардың елестері келушілерге жиі көрінеді және де маза бермейді деседі. Жерасты шіркеуі сіздерге ұнады ма? Мәліметім. Жерасты шіркеуі меніңше өте әдемі жерлердің бірі, бірақ өте қорқынышты жерлердің де бірі деп ойлаймын. Ол жерде монахтардың елесі жүрсе, онда өте қатты қорқынышты. Ужастик көретіндер үшін бұл вообще қорқынышты. Так, ең жақсысы біз шіркеуге көп бармаймыз қазақтар. Медеуге бармасақ. Келесі видеоға кеттік. Бастапқыда бұл үй мейрамхана ретінде жоспарланған. Алайда құрылысшылар жиі мистикалық оқиғаларға тап болғаннан кейін жұмысты жалғастырудан бас тартып, содан бері үй бос тұр. Көптеген келушілер онда зұлым елес мекендейді деп айтады. Және де өте қорқынышты дауыстар шығады екен. Елестердің жылаған дауысы және де жүрген дыбыстар өте көп әртүрлі дауыстар шығады. Медеудегі елесті үй өте қорқынышты үй. Сіздер кіріп көргенсіздер ме мұндағы медеудегі өте қорқынышты үйге? Мұнда кезінде үй салынбай тұрып зират болған дейді. Сол зираттың үстіне үй салынғаннан бастап ол құрылысшыларға тыныштық бермегендіктен құрылысшылар кетіп қалған дейді. Зираттың үстіне салынғандықтан елестер, рухтар қатты ашуланып сол үйді жайлап алған дейді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Пока-пока.